Ернар, сізге сұрақ. Ернар бұрынғы қатысушылардан кімді күтеді дейді. Кімді күтер едіңіз? Екі адам ба, бір адам? Өзіңіз көріңіз, бір адам дейік ал. Қиын сұрақ. Реншіп қалады. Дорелеріңізді күтесіз ба, жоқ бір биші қызды күтесіз ба? Оқырман да осыны білгісі келіп тұрған сияқты, себебі Ол кісімен жақсы араласамыз, сыйласамыз, келіп жатса, одан әрмен жақсы араласып кететін ниет деп ойлаймын. Ал ол қыздың, биші қыздың қатысушы болып келгенін қалайсыз ба, сізге үміткер болып келгенін қалайсыз? Енді үміткер қатысушы болып келсе, бір ортада отырады, күнде көріп. Сосын әрі қарай бұйырғаны ғой, адам деген емес Алланың дегені болған ғой. дейді енді достар. Сұрадым барынша. Жасылқаман. Диастың көңіл-күйі қалай екен? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Тамаша, бүгінге жер болмаңыздар. Бүгін біздің оқырмандар сұрақ қойып жатыр. Сізге Диастың дауысы күшті екен деп пікір айтыпты, және өлең оқып берсінші деп. Өлең оқып берсінші? Иә. Барша оқырман, сұлу оқырмандарға. Оқырмандар сұлу. Бір шумақ өлең оқып. Бетховеннің нотасындай нәзіксің, жол көрсеткен, маған темір қазықсың, кемшіліктер жота-жота тау болса, сен даласың, бір тасы жоқ, жазықсың. Дейді мәстаған, не деген әдемі, иә. Тиын емес деген жолдарыңыз есімде қалған еді, теңге. Қалай дедіңіз? Қазір. Қанша тиын арасында теңгемін. Иә, сол жолдар, иә. Ерекше болды. Салтанат айтады Нұрдәулетке. 19 бен 20 жастағы қыздар жинап алыпсың дейді. Дана, сіз қалайсыз? Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы бүгін. Үйге барғаннан кейін кішкене ауырып қалдым. Неге? Неге екенін ауырып шықпадым. Жай істедіңіз. Кімдермен жақсы араласады дейді ұлдардан біздің оқырмандар. Және ескі қызшылардан Осы екі жігітпен басқаларына қарағанда жақсы араласады, иә? Сізге айтып, сіз 23-сіз, иә? Осы жылы 24-те. Солай. Данаға үміткер болып келіңіздер, Дана сіздерді күтеді осы жақта.